Қайырлы таң, құрметті көрермен. Таңшолпанның бүгінгі қонағы Республикалық Қуыршақ театрының негізін қалаушылардың бірі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, актриса Зухра Базыкенқызы Дүйсенова. Сіз о баста аудармашы болуды армандап, шет тілдер институтына түскен екенсіз. Ал өнерге келуге жарыңыз Оразаға себепкер болыпты. Қалай танысып жүрсіздер? Бала кезімнен өлең айтам, би билейм, школдарда бәріне қатысам, бірақ әртіс болам деген менің ойымда ешқашан болған жоқ, оны армандаған да жоқ. Бірақ мына өмір өзі неменеге бейімдейді, өзі біледі екен. Бәрібір одан кете алмайсың. Мен институтқа түсе алмай қалдым. Содан кейін менімен бірге ауылымыздан бірге оқыған қыз бар болатын, бірақ ол қазақ мектебінде болатын. Екеуміз қалдық Алматыда. Қалайық бір жыл жұмыс істейік, мүмкін ендігі жыл түсерміз деп. Содан аяқ астынан бір күні жүгіріп келді. Мына біздің институттың қасында драмтеатр бар екен ғой, қазақтың. Сонда эстрадный, драматический студия ашылғалы жатыр. Екеумізде өлең айтамыз ғой, жүрші. Бір жыл оқимыз, сосын стипендиясын алып, ендігі жыл қайтадан түсеміз, көреміз деп. Сосын ойбай жоқ, мен жоламаймын деп сөйттім. Енді жарайды, мен барып тапсырайын, жүр, мен жүр деді, екеуміз бір неде тұрамыз. Сосын бардым. Комиссия отыр, Шолпан Жандарбекова, Букеева, Қалбек Қуанышбаев, бәрі үлкен артистер, Жантурин. Содан кейін ана қыз тапсырды несін. Анда жерде бір кішкентай шал отырды. Енді несі ұлты еврей. Сосын ана қыз тапсырды, біз уже кеткелі жатыр. Девушка, вы? Деді. Сосын, ой, нет, я не сдаю, деді. Ах, какой ужас, вы нам нужны, деді. Қалбек Қуанышбаев, народный артист Союза СССР-дің мойында жүреді, қасында жүреді. Мылқауды ойнайды ол кісі деп, мылқау, ақан сирақты. Сол кісіні ылғи ертіп жүресің, иығында жүресің. Шоқан Валиханов спектаклінде бізге сендей актриса керек. Бірінші актіда қазақ қызын ойнайды, екінші актіда племянница губернатора ойнайды. Енді тек ойнай сал, енді керек қой еді, Москваға барасын деді. Жарайды деді, келдік. Әргі қыздармен бәрімен кіріп кеттім, неге не бендіңдер, мынандайыңдар, ертең неде өтесіңдер деп. И маған да береді бір нені, қағаз. Әлгіні. Жарайды, ала салдым мен. Маған ол дымды емес, орысша. Орыс мектебін бітірген мен, орысша жақсы сөйлеймін. Айта салдым. Айта салғанда бәрі мені әдемі дейтін. Содан кейін қайта-қайта пышылдасады. Москваға бару керек. Барып кел, сосын өнерді, саған керек жоқ болса өнерді етпейсің. Содан кеттік. Мына кісі үлкен актер. Бұл кісіні драмтеатрдан жіберген, тек просто документ алу үшін. Содан кейін сразу көзіне түсем мен. Айымтора деген мына қыз бірге түстік, подружкам болады. Осыны олар бейтіп нетіп алды, бәрі жақсылап тұрып, сен мынаны бірдеңе қып. В общем, екеуін қайтсең де қосасың. Анау иесі кетіп жүр. Содан кейін қойшы әйтеуір басты қатырып. Бір күні аяқ астынан комсомольский свадьба жасаймыз деп, барлық нелер үлкен кісілеріміз комсомольский свадьба жасады екеумізге. Сіздің өнер жолындағы алғашқы роліңіз Абай спектакліндегі Ажар бейнесі. Жалпы Ажарды қазақ театр тарихында көптеген актрисалар сомдады ғой. Ал сіздің Ажарыңыз несімен ерекше? Ажарым менің енді басқаша ерекше болды ғой деймін. Мен оны жақсы көріп ойнадым да, өзімше бір не қосқан болардым деп ойлаймын. Жақсы қабылдады халық. Кейін Алматыға ауысып келіп, балалар мен жасөспірімдер театрында қазақ және орыс труппаларында спектакльдерді қатар ойнап жүріпсіз. Актрисаға бұл ауыр емес па сол кезде? Артист болмайым десем де, рөлдер маған оңайға тиді. Өйткені мен біз бітіргенде оқуды, төс театрына бөлді. Онда мен орыс қазақ театрында бірге істеймін.
енді тюз енді ол как драматический нелер ғой, рөлдер. А қуыршақ театр бірге болды. Сонда Павел Ильич Потароко өмір бойғы қуыршақ театрының главный режиссері. Ылғи көз түсіп тұрды, өйткені мен орыс спектакльдерде қыздары ауырып қалса, сразу мен заменять етеді, өйткені орыс тілін өте жақсы білдім. Содан сол кісі ылғи мені сұрап қуыршақ театрына қосатын. Бір уақытта о кісіге айтады, Павел Ильич Потароко, енді ол жай қуыршақ театры. Сіз енді республиканский театрға көшпейсіз бе, атағын алмайсыз ба, қазақтың спектаклін қойып дейді. Мен қайдан алам, мен қазақ дұрыс спектакль, не, актрисаларым жоқ. Бәрі қуыршақ актрисалар. Енді аны Зухра Дүйсенованы сұраңыз деп, екі қазақ спектаклін қою керек, сонда ғана республиканский театр боласы қуыршақ деп. Содан кейін ол енді қатты толғанатта мені алады, сосын Алдар Көсені қояды, чемпион Қожанасырды қояды. Сол чемпионды енді мен өзімен сондай не болған боларым, жақсы жасадым чемпионды. Балаларға сразу ойнап, қай мектепке бармаймыз, чемпион келді дейді, Қожанасыр келді дейді, звездочка келді дейді, бәрі ненің атымен атайды. Сіз сомдаған республикалық қуыршақ театрындағы Алдар Көсе спектакліндегі Сайтан бейнесі сол кезде көптеген басылым беттерінде сіздің сол рөліңіз жайлы өте жоғары пікірлер айтылған. Сол бір ертегі кейіпкерінің сәтті шығуына не себеп болды? Мен айтып отырмын ғой, маған рөлдер ұнады, өйткені актерларымыз жақсы болды. Бәрі де міне Сайтан отыр, міне мен ойнап атқан кездерім Сайтанды. Маған өте ұнады. Өзім кішкене орыс мектебінде болғандықтан, өзім кішкене хулиганский бірдеңелерім өзімде де болған болар. Павел Ильич Потароко тек мені ғана үлкен рөлдерге алатын. Содан кейін Орекең драм театрдан келіп, сонда үлкен актер қуыршақ театрына кірді ғой. Сіз үшін? Қуыршақ театрына кіріп, қуыршақ театрын үлкен театрға осы неге жеткізген сол Орекең деп ойлаймын. 1969 жылы Ташкентте Орта Азия қуыршақ театрларының фестивалінде сіздер табысты өнер көрсеткендеріңіз үшін сізге және сол кездегі режиссер Павел Ильичке Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі атағы берілді. Бұл атақ сол кезде сіздерге бір үлкен жауапкершілік жүктеді ғой. Ташкентке барып қойғанда біздің театр енді керемет деңгейге жетті. Енді өмірдің бейімдеген актриса болмайым деген адам актриса болып шыға келдік. Сіз республикалық қуыршақ театрының мәртебесін көтеруге атсалысқан адамдардың бірісіз. Биыл қуыршақ театрының құрылғанына 80 жыл толады. Ұжымыңызбен араласып тұрасыз ба? Қазір барып тұрам. Жаман емес, актерлар, бұрынғы бізбен бірге істеген актерлар істейді қазір. Көбісі кетіп қалды уже, бірақ дегенмен көмектесіп тұрады. Бірақ енді сонау бұрынғы дәрежеде болу қайда қиын. Зухра апа, бізге көңіл бөліп, сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Өзіңізге денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Құрметті көрермен, Таңшолпанның қонағы болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Зухра Дүйсенова. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.